Сәлем баршаңызға, қайырлы күн. Есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл осылай болып шығатын, томпақ болып көтерілетін тәтті бәліштерді жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бос ыдысымызға 250 грамм жылы сүтті, онан соң 100 грамм қантты салып, шым-шым тұз, 50 грамм сармайды салып, оған бір дана жұмыртқаны қосып, бір ас қасық ашытқыны салып, массамыз толықтай ерігенінше жақсылап араластырып аламыз. Және қажетінше ұнды електен өткізіп салып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырды көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды, ал енді аздап ұн сеуіп, қамырды қалыңдау етіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып алған қамырымыз дәл осы видеодағындай қалыңдықта болуы керек. Дайын болған қамырды осы ыдыстың көмегімен дөңгелек пішінді етіп кесіп аламын. Дөңгелек пішінді қамырдың дәл ортасынан тағы да кішкене шеңбер етіп кесеміз. Дәл осылай дайындап алып, бетін жарты сағатқа жауып қалдырамыз. Ал енді қызған табамызға сұйық майды құйып, оған шетінен бәліштерді сала отырып, дәл осылай пісіріп аламыз. Осылайша томпақ болып көтеріліп, әп-әдемі болып бәліштеріміз піседі. Келесіде дәл осылай қайталап, тағы да бөліктерін пісіреміз. Дәл осылай барлық бәлішті пісіріп алғаннан соң шоколадты глазурды дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм шоколад пен 50 грамм сарымайды ерітіп алып, дайындап қоямыз. Және осы видеодағындай бәліштердің жарты бөлігін осы шоколадпен әсемдеп шықтым. Дәл осылай батырып алсаңыздар болады. Тәтті шаймен әдемі үйлесімді болатын тәтті бәліштеріміз дайын, қыздар. Сіздерде жасап көріңіздер, және жарты бөлігін қант ұнтағымен де әсемдеп алуға болады. Видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!